Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін сырники дайындаймыз. Ең алдымен құрғақ творогқа 1,5 ас қасық манка ұнтағын саламыз. Оның үстіне 1 қасық құм шекер саламыз. Одан көп салмаңыздар. Және 1 жұмыртқамызды жарамыз. Осы массамызды араластырамыз. Блендермен езіп аламыз. 1 келкі масса болып шықты. Енді ұнымызды сеуіп, құрт сияқты бірдей қылып барлығын домалақтап шығамыз. Міне бізде дайын. Енді формасын келтіруіміз керек. Ол үшін тақтайға ұнды себеміз. Жаңағы домалақтап алған ірімшігімізді аунатамыз ұнға. Ұнға аунатып болғаннан кейін бізге осындай дөңгелек керек болады. Формасын шығарамыз. Міне осындай әдемі болып шығады формасы. Үстінен бір басып осылай жасаймыз. Міне біздің сырникиларымыз дайын. Қазір пісіріп жесеңіздер де болады, болмаса тоңазытқышқа қатыруға да болады. Енді плитамызды қыздырамыз. Табамызды қойып, май құямыз. Көп құймаймыз майды. Қызғаннан кейін сырниктерді сала беруге болады. Міне осылай жай отта осылай қызартып пісіріп аламыз. Екінші бетіне аударып, екінші бетін қызарғанша бетін жауып баяу отта пісіреміз. Міне біздің сырникилар дайын. Таңғы асқа өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.